Сәлем достар, бүгін мен сіздерге сүттен жасалатын үлпілдеген бауырсақтың рецебін ұсынамын. Бұл бауырсақтың рецебі үшін біздерге жылы сүт қажет болады, ұн, дрожжи, тұз, секер және бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Алдымен жылы сүтімізге дрожжиді және қантты қосып, бетін жауып, апара көтерілгенше қойып қоямыз. Ыдысымыздың қақпағын жауып, бірнеше минутқа қойып қоямыз, әбден көпіршіп көтерілгенше. Бірнеше минуттан кейін апарамыз дайын болды. Мінекей, дәл видеодағыдай көпіршіп көтерілді. Енді оған біздер тұзымызды қосамыз, бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз және ұнымызды қосамыз. Жақсылап қамыр илеп дайындайтын боламыз. Қамырымызды жақсылап басатын боламыз. Ең соңында қамырымыз қолымызға жұқпау керек. Соған дейін жақсылап басатын боламыз. Дайын болғаннан кейін қақпағын жауып, қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Одан кейін көтерілген сайын бірнеше рет басып қоямыз. Сонда бауырсағымыз көтеріліп жақсы піседі. Мен бұл видеода описаниеде көрсетілген рецептің мөлшерінің жартысын ғана пайдаландым. Сондықтан менде аздау қамыр шығып тұр. Дайын қамырымызды оқтаумен емес, қолымызды майлап алып, қолмен де жаюға болады. Мен мұнда оқтаумен жайдым. Қалаған формамызда кесіп дайындап қоямыз. Одан кейін 5 минуттай тұрса, бауырсағымыз үлпілдеп керемет болып, дәл видеодай болып дайын болады. Мен мұнда кішкентай ғана кастрөлді пайдаландым, шұңғыл келген. Себебі мұнда майымыз көп болғандықтан, яғни тереңдікте, осындай тереңдікте болса, бауырсағымыз толығымен батып тұрады да, керемет болып, біркелкі болып, қызарып, жақсы пісетін болады. Және де май шашырамайтын болады. Достар, мен осы рецебім бойынша дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді, үлпілдеген, жұмсақ, керемет бауырсақ шығады. Және де бұл бауырсақ жұмсақтығы сонша екінші күнде, үшінші күнде қатпай тұра береді солай. Көпшілігі мен бұл бауырсағымды бағалады, өте ұнады барлығына, дайындап көріңіздер. Ұнайды деген сенімдемін.